бүгін сіздермен осы 45 минут көлемінде жұмыс жасайтын боламын. Енді сіздің ырғағымен осы сызықтардың барлығын қолыңызбен басып тұрып бейнелейміз. Музыка қол соғатын жер бар, сол кезде қолыңызды соғамыз. Нүктесі координатасы 5, В нүктесінің координатасы 2-ден 1, өрнегінің жазылуын көрсетеді. А нүктесінің координатасы 5, В нүктесінің координатасы 2. Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу, содан сабақтың мынадай мақсаты бар. Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеп үйренеміз, және координаталық сәуледе кескінделген нүктелердің координаталарын тауып үйренеміз. Түсінікті ме? Яғни ондық бөлшектер координаталық сәуледе кескіндейді, және керісінше нүктелері берілсе, соның координаталарын тауып үйренеміз. Енді қалай бағаланасыздар балалар? Яғни бағалау қалай жүреді? Бағалау критерийі, егер де сіздерге берілген қазір қалыптастырушы бағалау тапсырмаларында ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндей алсаңыздар, координаталық сәуледе кескінделген нүктелердің координаталарын тауып алсаңыздар, сіздер бүгінгі сабақта толық мақсатқа жеткен болып есептелесіздер. Сол сіздердің координатаны ойдан жолына жетіде кесте аламыз, жаза аламыз. Түсінікті ме? Қазір қалыптастырушы бағалауда әрбір тапсырмада балы бар. Егер де сол тапсырмалардың барлығы, мысалы бірінші тапсырма 4 балдық болса, барлығы дұрыс болатын болса, 4-еуінде бояйсыздар ішін. Түсінікті ме? Келесі тапсырма 3 балдық болса, міне 5, 6, 7, 3 балды бояйсыздар. Солай етіп, сабақтың соңында біздер қанша бал жинағаныңызды есептейсіз. Түсінікті ме? Жақсы бағалауға. Аттарға бізде кесінді беріліп тұр, соның тек қана несі табу? Ұзындығын табу. Көшіңізбен жұптасайық. Жұптасып бірігіп отыр, кәрісін қарағызды. Мына мені кішкене үңіліп қараңыздар балалар, иә, қараш көрмесе. Мына апайлар бейсіз бармақ болмайды. Қолда мәшеміз баласы. Ортасын басасын. Тез басайын, балалар уақыт жеткенді. Аннел мен Есма барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді. Мына жер ашық сұрақтарға дұрыс жауап берді, бұл енгізілмейді. Перизатпен модельде бір ғана қатеміз бар.